Тай. Барлығы 20 тай кетті. Барлығы 20 тай. Son қайдалым. Жанына халқымыздың жылқы жаққан, жылқыға жетпеген көз жаутен қаққан, мінсең ат, ішсең қымыз, жесең қазы, қашаннан қазақ халқы жылқы баққан, халықпыз артық көрген атты тақтан, қызығау, біздің бәйге қырда шапқан, шыдарма қазақ жаны шық көтпей, тайларға шаң шығарып, бала жатқан деп тайларға осы қойыңыздар ағайын. Нөмірлі тай қиып шауып бара жатқаны үшін төрешілер ескерту жасады. 136 нөмірлі тайдың иесі құлағдар болыңыз. Қиып шапты тайыңыз. Жарыс жолынан шығарылатын болады. 136 тай. 136 нөмірлі тай жүлделі орынға келетін болса, жүлдесі алынып тастайтын болады. Айналма жолды тауысқан қиқуландар қалың жұрт, қуат алсын тұлпарлар айғайлаған дауыстан. 136 нөмірлі тай жарыс жолынан алынатын болады. Жаңа екі салмақ дәрежесінде аударыспақтан жарыс болды. Сол аударыспақта жеңіске жеткен Матай Ердәулет бауырымызды осы сахнаға қарай шақырамыз. Ердәулет бауырымызды. Кеудеден шері тараған, торбесті кетті топ бастап, кер жаңа шықтау қарадан, күрең ал кетті көсіліп, сабыры кетпей санадан, құламен жирен барады, топырақ шашып тағадан, кекілін желге сүйдіріп, кер атта шықтау сағадан, маңдайым күнге күйдіріп, көкшұбар көзін қадаған, құйрығын жалын түйдіріп, қара кер кетті құлпырып, жануар жасы жараған. Айдай, айда, айда, айда бала, айда бала атыңды. Күмістен құйған тұяғы, қамыстай қиғаш құлағы, ертегілердің пырағы, көздері көркем қырағы, жүзден жүйрік болғанда мыңнан тұлпар шығады, желбіреп желмен ойнайды әр елдің намыс ұраны. Аттың емес дәл бүгін ат бегінің де сынағы, шарадан шығып шалқысын ат иесінің құмары, жанады екен таяттың маңдайда бақпен шырағы, делебе қосып мұндайда алаштың жұрты алқынып айқайға басып тұрады. Айдай, айда, айда, айда бала, айда бала атыңды. Азаматтарым ат балым, жана берсін мақтарың, бәйге сайын бәріңнің